Имам Биркауи рахималлах келесі қозғайтын тақырыбы тақуалыққа қатысты айтылған хадистерді келтіреді. Имам Ахмад өзінің мұстадында келтіреді, Абу Зар радиаллаху анхудан, анна набия саллаллаху алейхи ва саллям қаула лаху, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Зар радиаллаху анху айтты: унзур фа иннака ласта би хайри мин ахмар вала мин асвад. Абу Зарға радиаллаху анхуға пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: мән бер деді, расында сен ешқандай қызыл түсті болсын, яғни қара түсті болсын, ақ түсті болсын, ешкімнен сен абзал емессің деді. Илля ан тафдулаху биттақуа, тек қана тақуалығымен абзал бола аласың деді. Адамның басқа адамнан ерекшелігі, артықшылығы тек қана тақуалықпен болады. Кім қаншалықты Алладан қорқатын болса, амалымен, ісімен көрсететін болса, сол адам ғана Алланың алдында абзал болады. А сен манағындай қазақ боласың ба, араб боласың ба, еш біреуі бір-бірінен ешқандай бір ерекшелік жоқ. Ерекшелігі, артықшылығы жоқ. Тек қана тақуалықпен ғана. Неге? Өйткені қазақ болуын, немесе басқа бір ұлт болуын, оны сен таңдаған жоқсың. Оны Алла сені солай жаратып берді. Немесе біреу әдемі болуы, біреу көркемсіз болуы деген секілді. Оны да адам өзі таңдаған жоқ. Алла солай жаратты. Ешкім ол жерде таңдау болған жоқ. Сен өйтіп мақтанатындай өзін істеген жоқсың ол нәрсенді. Адам не нәрсемен абзал бола алады? Тек қана тақуалықпен. Алладан кім қаншалықты қорқатын болса, соншалықты Алланың алдында деңгейі жоғары болады. Имам Байхақи Жабир ибн Абдилла радиаллаху анхудан айтады: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хутба айтты деді. Яғни айями ташрик, яғни құрбан айтқан кезінде бізге істеді, хутба айтты. Сонда айтты: я айюханнас, ей адамдар деді, инна роббакум уахидун ва инна абакум уахидан аля ла фадли арабин аля ажамин ва ля ажамин аля араби. Ей адамдар деді, расында сендердің Раббыларың біреу, және де сендердің әкелерің, яғни барлығын Адам алейхиссаламнан тарқадыңдар деді. Және де айтты: еш біреуінің арабтардың араб еместерден ешқандай абзалдығы жоқ, сол секілді араб еместердің де арабтардан ешқандай абзалдығы жоқ. Валали ахмар аля асвада валали асвада аля ахмар илля биттақуа. Сол секілді ақ нәсілді қара нәсілден, қара нәсілден ақ нәсілден ешқандай айырмашылық жоқ, тек қана тақуалықпен болса ғана деді. Инна акрамакум индаллахи атқакум деді. Және де сендердің Алланың алдында құрметтілерін тақуаларың деді. Алладан қорыққандарың. Әла хал баллағту, және де пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: сендерге жеткіздіңдер ме деген кезде сахабалар айтты: бәлә я Расулаллах, я әлбетте жеткіздіңіз деді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: фәлюбаллигул ашшахиду ал-ғаиба деді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: қазір осы уағызды, насихатты естігендерін бұл жерде қатыса алмаған адамдарға жеткізсін деді. Яғни бұл нәрсе не? Дінді басқаларға жеткізуге қатысты пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям насихаты, немесе басқа хадисте келгендей, қазір тыңдап үйренген адамдар басқа біреуге жеткізген кезде, сол басқа тыңдаған адам бұған қарағанда тереңірек мағынаны түсініп үкім шығара алуы мүмкін деді. Сондықтан да басқаларға жеткізіңдер деді. Имам Байхақи және де имам Табарани өзінің аусатында және де Сағир атты кітабында жеткізеді. Абу Хурайра радиаллаху анхудан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты деді: иза кана яумал қиямати амара Аллаху та'аля мунадин фанада инни жа'алту насабан ва жа'алтум насабан. Қиямет күні Алла тағала періштелерге бұйырады деді. Сөйтіп айтады деді: расында Алла тағала айтады деді, расында мен байланыс орнаттым деді. Сендер де өзара байланыстарында орнаттыңдар деді. Фажа'алтум акрамакум атқакум фаабайтум илля ан тақулу фулан ибн фулан хайру мин фулан ибн фулан. Мен сендердің араларында менен кім қорқады, соны құрметті қылдым деді. Ал сендер оны жоққа шығардыңдар да, сендер келіп алып не істедіңдер деді, пәленше адамның баласы пәленше құрметті деген секілді нәрсені орнаттыңдар деді. Яғни Алла тағала кімді абзал деді? Алладан қорыққандарды деді. Ал сендер болсаңдар пәленше адам пәленше арамызда құрметті мықты деп өздеріңкін дестедіңдер, орнаттыңдар деді. Кейін айтады: фаанна льяума арфау насаби ва адау насабакум айнал муттақун деді. Ал қиямет күні болатын болса, Алла тағала айтады деді:
сендердің манағы қойған байланыстарыңды құрметтеген адамдардың барлығын мен жоққа шығарамын деді. Тек қана мен қойған байланыс қалады, және де ол кім? Тақуалар. Кейін айтады деді, тақуалар қайда деп Алла тағала шақырады деді. Яғни Алланың қойған құрметті қылған негізгі нәрсесі ол тақуалық. Біздің пәленше адам пәленше мықты, ана жағынан мықты, мына жерінен мықты деген секілді нәрсе қиямет күні Алла тағала оның барлығын жоққа шығарады. Тек қана кімдер қалады деді? Тақуа пенделер қалады деді. Яғни құрметтілік жағынан тек қана тақуалар болады деді. Бұл дүниеде әртүрлі нәрсеге қатысты адамдар әртүрлі адамды мақтауы мүмкін. Анау мықты, мынау мықты деген секілді. Ал бірақ та негізгі мықтылық, негізгі шарапаттылық ол тақуаларда болады қиямет күні. Имам Ахмад айтады, Абу Зар радиллаху анхудан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты деді. Ситтата аям иқил я Абу Зар ма юқулу лака ба'д. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтты деді. 6 күн қатарынан айтты деді. Ей Абу Зар, ойлан. Келесі айтатын сөзіме мұқит бол деп ескертті деді. فلما كان اليوم السابع قال أوصيك بتقوى الله. 7-ші күн болған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям маған айтты да, ей Абу Зар, саған «Усика битақваллахи фи сирри амрика ва аланиятихи». Жасырын болсын, көпшілікте болсын, Алладан қорқуды саған өсиет етемін деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Жасырын болсын, көпшіліктің арасында болсын. Яғни тақуалық деген нәрсе тек қана көпшіліктің алдында емес, адамдардың ортасында жүрген кезде, мешітте жүрген кезде, намазхан бауырлардың арасында жүрген кезде тақуа болып, үйде жеке қалған кезде тақуа болмау деген нәрсе, Алла сақтасын, бұл Алламен болған мәміленің ішіндегі ең төмен нәрсесі. Өйткені ғалымдарымыз не деп айтады? Жаңағындай назар салатындардың ішіндегі ең төменгісі Алла болып қалмасын деп айтады. Яғни бүкіл адамдардан ұяласында, бірақ та жеке қалған кезде Алла бақылап тұр деген нәрсеге ешқандай нәрсене мән бермей күнә жасай бересің. Ал бірақ біреу кіріп келсе не істейсің? Дереу күнәні тоқтатасың да, ұяласың да, қорқасың. Ал сол сені бақылап тұрған, назар салып тұрған ішінде Алла да бар ғой. Сол назар салғандардың ішінде не болды? Ең төменгі деңгей кім болып кетті? Алла тағала болып кетті да сенің көзқарасында. Өйткені жеке қалған кезде күнә жасай бересің. Ал жеке қалған кезде сенімен кім бар? Тек қана Алла тағала бар да, сені бақылап тұрған. Ал ол кезде ешқандай қиналмастан күнә жасайсың да. Алланың сондай деңгейі сенің алдында өте төмендігін білдіреді. Сол үшінде ғалымдарымыз айтады, назар салушылардың ішіндегі ең төменгісі Алла болып қалмасын дейді. Алла болып қалмасын. Өйткені басқа біреу болатын болса, дереу не істейсің? Кәдімгідей дұрысталасың да. Мешітке келген кезде тақуа боласың. Немесе намазхан бауырлардың арасында жүрген кезде білесің, намазхандар намаз уақытын біледі. Сөйтіп не істейсің? Намаз оқып жүресің. Ал намаз оқымайтын бауырлардың арасында жүрген кезде намаз оқымай жүре бересің де. Білмейді де, өйткені сен ол намаз кіріп жатыр ма, шығып жатыр ма білмейді де. Бұл да екіжүзділік. Бұл не? Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Зар радиллаху анху айтып жатыр, жеке қалған кезде де, көпшілікпен болған кезде де Алладан қорық деді. Фаиза асатта фа ахсин деді. Және де егер де бір қателік жасаған болсаң, дереу салиқалы амал жаса деді. Ва ла тасалана ахадан шайан ва ин сақата саутука. Және егер де бұл жалпы арабтарда немесе шариғатта бізде айззату нафс деп айтады. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи айтып жатыр. Керек болса, сен аттың үстінде отырсың. Қолындағы қамшын түсіп қалса да, біреуден сұрамай өзін барып ал деп жатыр. Біреуді жұмсама, өзін барып ал деп жатыр. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үйретіп жатқан ережесі айззату нафс дейді. Яғни адамның өзінің абыройын көтеріп жүру. Біреуге ешқандай мұқтаждықсыз қол жая беруге болмайды. Бұл сен өзінің абыройыңды түсіресің. Жаңағындай болмайтын нәрсе үшін бауырым бүйтіп жүрші деп берудің өзі де негізі абыройыңды түсіретін нәрсе. Мұсылман адам абыройын сақтауға бүкіл күшін салу керек. Сол үшін де мысалы қарапайым сенің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басқа хадисінде айтқандай,
адамдардың алдында ақталатындай ешқандай іс істеме деді. Дұрыс па? Сенің өзірің бар, бірақ та Алланың алдында өзірің бар сенде. Бірақ соның өзінде де адамдардың алдында кейін ақталатындай іс істеме деді. Өйткені сен өзірің бар, жасап жүрсің мысалы. Не мысалы, енді көбіне мысалы келтіретін нәрсе, ораза кезінде сен мысалы асқазан ауырды, ораза ұстауға жарамадың. Саған тамақ ішуге болады. Бірақ адамдардың алдында ішпеді. Өйткені сен адамдардың алдында ішетін болсаң, сұрайтын болса түсіндіру мүмкінсің, мысалы түсіндіре аласың да. Жаңағындай менің манағындай докторлар маған диагноз қойды, асқазан жарамайды, сол үшін мен тамақ ішіп жүрмін деп айта аласың. Бірақ өйтіп ақталып жүретіндей деңгейге жеткізбеді өзіңді. Өйткені адамның абыройлы болуы, мысты болуы маңызды нәрсе. Шариғат бізді соған үйретеді. Ешкімге жалына берме, қол жая берме, біреуден сұрай берме. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол нәрсені үйретіп жатыр Абу Зар радиаллаху анхуға. Жылқының аттың үстінде отырған кезде, көліктің үстінде отырған кезде бір нәрсе қамшын түсіп кете ме, түсте өзін ал деп айтты. Сахабаларда да кейінде риуаят етіледі, мысалы кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бізді уәде еттік деді. Керек болса қамшымыз жерге түсіп кететін болса өзіміз алатын едік деді. Бұл қарапайым бір мысалды айтты, бірақ та мұсылман адам үшін өмірлік ұстаным болу керек болған нәрсе. Мұсылман адамның абыройын көтеріп жүруі, жаңағындай әркімге жалтақтай бермеу, маған мына нәрсе алып бере қойшы, мына нәрсе алып бере қойшы деген секілді нәрсе, қарапайым бір 50 теңге 100 теңге нәрсесі болса да жағдайың жете ме өзің бар да ал. Үйтіп қолын жая берме адамдарға, абыройыңды түсірме. Мұсылман адам абыройына мұқият болу керек. Бұл соны үйретеді. Мұсылман адамның ешкімге жалтақтамай, өзі кәсіп етіп, өзі өмір сүретіндей болу керек. Соған әрекет жасау керек. Кейін айтты, «Уәлә тақбина амана», және де аманатқа қиянат жасамаңдар деді. Имам Құшари айтады, Абу Саид аль-Худри радиаллаху анхудан айтады, «Жаа раджулун иля наби саллаллаху алейхи ва саллям, я наби Аллах, аусини». Бір адам келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға айтты деді, «Я Алланың елшісі, пайғамбары өсиет етіңізші» деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, «Алейка би тақваллах» деді. Саған өсиет ететін нәрсем Алладан қорқ деді. Алладан қорқ. «Фа иннаху джимау кулли хайрин» деді. Өйткені тақуалық бүкіл жақсылықтың не істейтін нәрсесі, жинайтын нәрсесі деді. Бүкіл жақсылықты өзіне жинайды деді. Тақуалық деген нәрсе. Тақуалығың бар ма, бүкіл жақсылықтың бастауы содан болады. Тақуалығың жоқ па, жағдайың қиын болады. Өйткені бүкіл жақсылықтың бастауы, бүкіл жақсылық сол тақуалықта жиналған деді. Яғни Алладан қорқудан басталады. Имам Ибн Маджа Абу Умама радиаллаху анхудан айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кана яқул, айтатын еді, «Мастафадал мар'у ба'да тақваллахи хайран лаху мин заужатин салиха». Мұсылман адамның тақуалықтан кейінгі қол жеткізген нәрсесі кім деді? Салиқалы әйел деді. Яғни бірінші тақуалықты қойды. Содан кейін ғана салиқалы әйел деді. Салиқалы әйел қандай? «Ин амараха атуатху ва ин назара илейха сарратху». Тақуа әйел дегеніміз кім? Егер де күйеуі оған бір нәрсе бұйыратын болса, оған бой ұсынатын адам деді. Егер де күйеуі оған қарайтын болса, көзі қуанышқа толатын адам деді. Әйел сондай болу керек. Күйеуі қараған кезде көзі қуанатындай. Өткенде де бір сахабаның оқиғасын келтірген болатынбыз. Не деп айтты? Манағы әйелі не істеді? Жаман киім жүрген кезде киіміне мән бермей кетті. Сол кезде ескертті, сұрады, неге үйтіп жүрсің деді. Сонда айтты, мен күйеуім құлшылыққа беріліп кетті, маған мән бермейді деді. Сол ескертудің өзі, сұрақтың өзі нені білдіреді? Әйел адам күйеуі көзі қуанатындай жүру керек. Үйде жүргенде бұл үйге қатысты, сыртқа емес. Керісінше сыртта керісінше болу керек. Ал бізде керісінше үйде жүрген кезде әйел адам күйеуі қуанатындай, көзі қуанатындай, үйге асығатындай болу керек. Қазіргі мына жаңағы жүріп жатқан феминизмнің идеологиясы бұл шариғатқа қайшы нәрсе. Манағындай әйелдің
еркіндігі бар, күйеуіне бойұсынбаса болады деген секілді, күйеуден ешқандай кемшілігі жоқ қой деген секілді, ол нәрсенің барлығы бұл шариғатқа қайшы келетін нәрсе. Шариғатқа қайшы әдейі жасалып жатқан идеологиялардың бірі болып есептеледі. Керісінше шариғаттағы мұсылман әйел сондай болу керек деді. Егер де күйеуі оған бұйыратын болса, бой ұсынады, күйеуі оған қарайтын болса, көзі қуанатындай болу керек деді. Көзі қуанатындай болу керек деді. Ва ин ақсама алейха абарротху. Күйеуі оған ант ішетін болса, ол не істейді? Антын бұзбайды деді. Ва ин ғаба анха насахатху фи нафсиха ва малихи деді. Және де егер күйеуі мысалы напақа табам деп сапарға шығатын болса, әйел сондай салиқалы әйел не істейді? Өзіне және де күйеуінің мал дүниесіне қиянат жасамайтын әйел деді. Салиқалы әйел сондай болады. Күйеуіне қиянат жасамайды. Күйеуі манағындай үйде болмаса да напақа табам деп, үйін асырайын деп, мысалы бала шағасына ақша табам деп жүрген кезде, сыртта жүрген кезде де жаңағындай абыройын сақтайтын, қиянат жасамайтын әйел деді. Имам Табарани Ибн Аббас радиаллаху анхумадан айтады: Aqbala Nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam min ghazatin aw sariyatin fada'a Fatimah faqala. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күні әскерден келеді, яғни жорықтан келеді, кейін Фатима анамызды шақырды деді. Я Фатима деді. Иштари нафсаки мин Аллах деді. Иштари нафсаки мин Аллах деді. Ей Фатима, өзіңді Алланың тозағынан құтқар деді. Өзіңді құтқар деді. Фа инни ла агни анки мин Аллахи шай'ан деді. Расында мен саған Алланың алдында ешқандай нәрсе көмектесе алмаймын деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла тағаланың сүйікті құлы бола тұра, адамзаттың ішіндегі ардақтысы бола тұра, қызына айтып жатырды: ей Фатима, Алланың азабына душар болып қалма, өзіңді Алланың азабынан құтқар деп жатыр. Яғни бұл дүниеде шариғатқа сай өмір сүр, Алланың бұйрығына қарсы шықпа, Алланың харам еткен нәрсесіне жақындама деп жатыр. Яғни азаптан құтыл деп, яғни өзіңді құтқар деп жатқан нәрсе сол. Өйткені тозақтан басқа қалай құтылады адам? Тек қана Аллаға бой ұсынумен. Фатима анамызға, яғни өзінің туған қызына айтып жатыр да Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: ей Фатима, Алланың тозағынан өзіңді құтқар деп жатыр. Мен саған ешқандай пайда келтіре алмаймын деді. Ешқандай пайда келтіре алмаймын. Яғни қиямет күні Фатима анамызға Алла тағала сен пайғамбардың қызын болдың ғой деп жеңілдік жасамайды деп жатыр да. Пайғамбар саллаллаху ескертіп жатыр. Егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзі қыздарына сондай нәрсе айтып жатқан болса, біздің жағдайымыз не болады? Немесе кейбір сондай адасқан сопылардың пірі өзі құтқарады деген секілді нәрсе. Егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі сол нәрсені айтып жатқан болса, сен кімсің оның қасында өйтіп айтатын? Манағындай намаз оқымай қойсам болады, пірін жауап береді, ең бастысы қол беріп қой деген нәрсе, Алла сақтасын, бізде де айтылып жүрді мысалы. Сол нәрсе амал етіліп жүрді. Егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзі сол нәрсені айтып жатқан болса, сен не істейсің? Сен кімсің оның қасында? Сол секілді вақоля мисля залика ли нисватихи вақоля мисля залика ли айтратихи. Дәл осы нәрсені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің әйелдеріне, яғни біздің аналарымызға да, отбасы, бала шағаларына да осы нәрсені айтқан еді. Сума қоля ма бану хашим би аула наси би уммати инна аула наси би уммати ал-муттақун деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: бану хашим, яғни өзінің әулетін айтып жатыр. Үмметтің ішіндегі ең абзалы олар емес деді. Расында ең абзал адамдар Алладан қорыққандар. Валя Құрайш би аула наси би уммати инна аула наси би уммати ал-муттақун. Сол секілді Құрайштықтар да абзал емес деді үмметтің ішінде. Расында үмметтің ішіндегі ең абзалдар Алладан шынайы қорыққандар деді. Валял мавали би аула наси би уммати инна аула наси би уммати ал-муттақун. Сол секілді басшылар да солай деді. Менің үмметтің ішіндегі абзалы олар емес деді. Расында менің үмметтің ішіндегі ең абзал адамдар Алланың алдында деңгейі жоғарылар. Олар Алладан қорыққандар. Иннама антум мин роджулин ва мраатин ва антум каджумамис саа. Расында сендер ер және әйелден тарқадыңдар деді. Яғни Адам алейхиссалам мен Хауа анамыздан тарқаған адамсыңдар. Және сендер каджумамис саа деді. Және бұл нәрсе жаңағы мысалы бір ыдыс болады ғой.
соның ішіне мысалы күрішті салатын болсақ, кейін бетін бүйтіп алып тастайтын болсақ, барлығы бірдей болып қалады ғой. Сендер де дәл сол секілді бірдейсіңдер. Тек қана кім абзал болады? Тақуалығымен мықты болғандар деді. Лейса ли ахдин аля ахдин фадл илля бит тақуа деді. Бір адам басқа бір адамдан ешқандай ерекшелігі, артықшылығы жоқ, тек қана Құдайдан қорқумен болады деді. Кім қаншалықты Құдайдан қаттырақ қорқады, сол адам соншалықты Алланың алдында деңгейі жоғары болады. Басқа жағынан ешқандай ерекшелігі немесе артықшылықтарын жоқ деді. Барлықтарыңыз бірдей деңгейдесіңдер деді. Сондықтан да жаңағындай басқа нәрсемен емес, тек қана мұсылман адам не тақуалықпен бір-бірімен жарысуы керек. Кейін айтады: فضيلة التقوى من العقل يعني والعقل أيضا يدل على أفضلية التقوى من غيرها من الطاعات. Яғни тек қана шариғат емес, қарапайым ақылдың өзі сол нәрсеге нұсқайды деді. Яғни басқа құлшылықтарға қарағанда тақуалық бірінші тұрады деді. Неге? لأن التحلية بعد التخلية. Өйткені жалпы Аллаға жету жолды үйрететін ғалымдардың айтатын сөзі бірінші тахлия, содан кейін тахлия деді. Ол деген не? Яғни бірінші адам Аллаға жақындау үшін, әулие адам болу үшін, Алланың сүйікті құлы болу үшін бірінші өзінде болған күнә сипаттарды, күнәлардан адам өзін тазалау керек. Содан кейін ғана көркем мінез секілді, тақуалық секілді басқа нәрсемен не істейді? Адам не істей алады? Тазарта алады. Яғни оның мысалы, ғалымдарымыз мысалы, адам үстінде киім бар. Киімінде бір нәжіс тұр, лас нәрсе бар, ластанған киім. Ол адам бірінші не істейді? Бірінші киімін тазалау керек. Содан кейін ғана үстіне әтір себінсе болады. Ал бірақ та, егер де адамның үстінде нәжіс болатын болса, сен үстінен қанша әтір себе берсең де, ол саған пайда бермейді. Өйткені үстінде нәжіс барды. Сол секілді, егер де сен күнә жасауды тоқтатпайтын болсан, жаман мінезді кетірмейтін болсан, сен мына жақтан сауапты амал жасағаннан пайда бермейді. Сондықтан да бірінші не тұрады? Жаман ақылақ мінезді сен кетіру керексің, күнәні тастау керексің. Содан кейін ғана нәпіл амалдарға көшсең болады. Уаттазину баъда татхир деді. Сол секілді жаңағы әсемдеу, көркемдену деген нәрсе бірінші жаман нәрсені кетіргеннен кейін болған секілді деді. Фал-ауалу бидуни сани ла юфид деді. Бірінші нәрсе екіншісіз пайда бермейді деді. Яғни жаңағы адам күнә жасап жүретін болса, бірақта да не сауапты амал жасайтын болса, ода ешқандай пайда жоқ. Мына жақта не істеп жатсың? Сен күнәлармен деңгейінде түсіріп жатсың, Алланың лағнетіне ұшырап жатсың. Ва аксуху юфид, бірақ керісінше болатын болса пайда береді. Мысалы, бірінші күнәнің бәрін тастадың, сөйтіп ары қарай парыздарыңды, нәпілдеріңді орындайтын болсаң, Аллаға жақындайсың. Фахиял асасу ли жамии хисалил хайр деді. Сол үшінде тақуалық деген нәрсе бүкіл жақсылықтың негізі болып есептеледі. Неге? Өйткені тақуалық болса ғана адам не істейді? Күнәсін тастай алады. Фахузха биқуа, сол үшінде тақуалыққа бекем бол. Бүкіл күш-жігеріңді соған сал деді. Уамур қаумака яхузу би ахсаниха. Және де қауымға, яғни бүкіл айналаңдағы адамдарға сол нәрсеге бұйыр. Адамдарға ескертіп жүр, Алладан қорық. Жүрген жерінде адамдарға ескерт, бауырым, Алладан қорық. Егер оны қоймайтын болсан, Алланың азабы болады деп әрдайым ескертіп жүр. Фа инна фиха саадата даройни вал фаузал бил хаятайни яссарана Аллаху та'ала ва иякум иннаху хувал баррур рахим вал жавадул карим. Неге? Өйткені тақуалық адамды екі дүниенің бақытына жеткізетін нәрсе сол деді. Яғни екі дүниеде де бақытты болу үшін адам Алладан қорқу керек. Және екі дүниеде де жетістікке, құтылуға жеткізетін нәрсе де адамның бұл дүниеде Алладан қорқып өмір сүруі. Алла Тағала бізге де сізге де жеңілдігін нәсіп етсін. Арасында мейірімді, жомарт болған, кәрим болған арасында Алла Тағала деді. Енді уақыт бар ма? Енді тақуаның мағынасына келетін болсақ, яғни тақуалық деген не нәрсе? Кейін айтады, тақуалық дегеніміз тілдік мағынасы вақоху фаттақо вал виқоя фарту сияна. Яғни негізгі тілдік мағынасында әл-виқоядан шығады тақуалық деген нәрсе. Ол мағынасы не?
қатты сақтану деген мағынаны білдіреді. Тақуалық дегеніміз яғни сақтану. Тақуалықтың тақуалық деп аталу себебі өйткені тақуалық арқылы сен өзіңді тозақтан қорғайсың. Сол үшін де оны тақуалық деп аталу себебі сода. Өйткені тақуалықты ұстанатын болсаң, сен Алланың азабынан өзіңді сақтайсың. Алланың тозағынан өзіңді сақтаған себепті былай айтқанда, яғни не шит деп айтады ғой, яғни сол секілді сен тақуалық сол нәрсе болады сенде. Сол ұстанатын болсаң, өзіңді азаптан сақтайсың. Аслуха уақия, яғни бұл тілдік мағынасы, тақуалықтың негізгі түбірі уақиядан шығады. Қабилат уаухата анкама фи туклан ва тужах, яғни уау деген таға айналып кетті, туклан тужах деген сөз секілді. Ва я уха уауан кама фи бақуа, және де я уақия дегенде я не болып кетті, уауға айналды, бақуа сөзінде секілді. Ва алифуха литтанис, және де тақуа дегенде сондағы алиф әл-мақсуры не болды, ол әйел тегін білдіретін, яғни әріп болып есептелінеді деді. Лиқаулихи та'ала аля тақуа миналлах, Құранда Алла тағала айтқан секілді аля тақуа деп келді, яғни сондай түбірде сөзде қолданды. Енді шариғаттағы мағынасы, уа фи шариғати лаха мағна, яғни шариғатта тақуалыққа екі мағына бар. Бірінші амун, жалпылама мағынасы, уа хуа ас-сиянату вал ишинабу ан кулли мудирин фил ахира, яғни тақуалық дегеніміз ақыретте кез келген зиян келтіретін нәрседен мұсылман адамның сақ болуы. Ақыретте кез келген азаптан, себеп болатын амалдан мұсылман адамның бойын аулақ ұстануын не деп айтады? Тақуалық деп айтады. Фалаху ардун аридун яқбалу зиядата ва нұқсан. Ол болатын болса, яғни әркімде әртүрлі деңгей болады. Біреудің тақуалық деңгейі төмен болса, біреуінікі жоғары болады деген секілді, оның деңгейлері әртүрлі болады. Ва аднаху аличнабу ани ширки ал-мухаллиди финнар. Тақуалықтың ең төменгі деңгейі ширктен сақтану. Яғни тақуалықтың ең төменгі деңгейі мұсылман адамның ширк жасамауы, Аллаға серік қоспауы, мұсылман болып жүруі. Бұл ең төменгі деңгей, және де ол неден сақтайды мұсылман адамды? Мәңгі тозақтан сақтайды. Өйткені мұсылман адам мен мұсылман еместің айырмашылығы неде? Тозақта мәңгі қалмауында. Өйткені мұсылман адамда тозаққа түсуі мүмкін, бірақ ол мәңгі қалмайды. Неге? Өйткені онда не бар? Калима шахадасы бар. Сол үшін де тақуалықтың ең төмен деңгейі адамның өзін ширктен аулақ ұстануы. Ол ширк болатын болса, адамды мәңгі тозаққа сүретін деді. Ва а'лаху ат-таназзуху амма яшхалу сирраху анил хаққи ва табаттулу илейхи бишараширихи деді. Ал енді тақуалықтың ең үлкен деңгейі қандай? Жүрегінде Алладан басқа еш нәрсе болмау деді. Және ва табаттулу илейхи бишараширихи, бүкіл денесіндегі клеткаларымен деп айтайықшы, Аллаға бет бұру дейді. Тақуалықтың ең жоғары деңгейі сондай, бүкіл клетка, ағза мүшелерімен, бүкіл дененмен, бүкіл ойымен, жүрегімен Аллаға бет бұруын деді. Жүрегінде Алладан басқа еш нәрсе болмау, ешкімнің разылығы болмау, тек қана Алланың разылығы болу. Жүректе тек қана Алла, жүректе тек қана Алла болу деді. Бұл тақуалықтың ең жоғары деңгейі осы деді. Адам не істеу керек? Шамасына қарай әрекетін жасау керек. Ва хуа тақуа ал-хақиқи ал-мураду биқаулихи та'ала иттақуллаха хаққа туқати. Яғни осы Алла тағаланың Құранда Алладан шынайы қорқыңдар деген мақсат, шынайы мақсаты осы деді тақуалықтың. Яғни бүкіл ағза мүшемен, денемен Аллаға бет бұруын, және жүрегінде тек қана Алла болу деді. Жүрегінде Алладан басқа еш нәрсе болмау деді. Тек қана Алла болу деді. Ва хосун, және де арнайы мағынасына келетін болсақ, ва хуа ал-мутаарафу фи шари'i ал-мураду инда al-итлaq ва адам al-қарина. Тақуалық енді арнайы мағынасына келетін болсақ, ол жалпы шариғатта айтылатын нәрсе, және де жалпылама тақуалық деген кезде адамның бірінші ой келетін нәрсесі ешқандай шарт қоймай секілді. Ол қандай? A'ni siyanata nafsi amma tastahiqu bihi al-uqubata min fi'lin aw tarkin фачинабул кабаири лазим фихи би иттифақ деді. Яғни жалпы арнайы тақуалықтың мағынасы бұл жалпылама адамдардың арасында кеңінен таралған нәрсе. Ол қандай? Сондай амалды жасамау қиямет күні сені азапқа душар қылдыратын. Соны тақуалық деп атайды деді.
Және айтты: "Фашнабул кабаири лазиму фихи бил иттифақ". Және де бұл тақуалықтың арнайы анықтамасына келетін болсақ, ол жерде үлкен күнәдан мұсылман адам бойын аулақ ұстау керек деді. Ва амма сағайр фақила ла. Ал кіші күнә болатын болса, бұл жерде ғалымдар ихтилафқа түскен. Яғни кейбір ғалымдар айтқан жоқ, сақтамаса да болады. Неге? Лианнаха мукаффаратун ан мужтанибил кабаир фала ястахиқу биха ал-уқуба деді. Неге? Өйткені кейбір ғалымдар айтқан, егер де мұсылман адам ауыр күнәдан сақтанатын болса, кіші күнә өздігінен кетеді деген. Өйткені Құранда Алла Тағала айтты, егер де ауыр күнәдан сақтансаңдар, Алла Тағала кіші күнәларыңды кешіреді деді. Сөйтіп не істеп айтқан? Кіші күнәға тәубе етпесе де, оны жасайса да, оған азап жоқ деді. Бұл бірінші көзқарас. Уақила екінші көзқарас айтады: "Наам", яғни азап болуы мүмкін деді, яғни сақтану керек деді. Лианна ба'д ал-муфассирина хамалу ал-кабаира фи ал-аят ал-каримати ала анва'i ширки фалам ята'айян ат-такфир деді. Неге? Өйткені кейбір ғалымдар, егер де Құрандағы Алла Тағаланың аятта айтқан, егер де ауыр күнәдан сақтансаңдар, Алла сендерді кіші күнәдан кешіреді деген кезде, ауыр күнәні не деп айтқан? Ширк деп айтқан. Өйткені күнәлардың ішіндегі ең ауыры не? Ширк болып есептеледі. Сол мағынада алатын болса, онда кіші күнә не істейді? Кешірілмейді. Манағы үлкен күнәдан сақтанатын болса. Ол кезде арнайы не керек? Уже тәубе керек, Алладан кешірім сұрау керек. Ол үшін не? Азап болуы мүмкін деді. Кейін айтты: "Вақада сабақа аннал иқаба аля сағирити джаизун валау ма'a ижтинабил кабаири инда ахли сунна". Неге? Өйткені ахли сунна вал жамааның көзқарасы бойынша өткенде айтқан болатынбыз дейді, кіші күнә жасайтын болса адам, оған да Алладан азабын алуы мүмкін. Бұл ахли суннаның көзқарасы бойынша. Ва айдан лам ясбут тағайрухума бизат. Және де анық шариғат бізге бекіткен жоқ. Мынау ауыр күнә, мынау кіші күнә деп бізге бекіткен жоқ. Біз білмейміз қайсы ауыр, қайсы кіші екендігін. Нақты бір ереже қойылған жоқ. Неге? Және вa'ala таслими лам ю'лам яқинан ададул кабаир. Сол үшінде мысалы үлкен күнә нешеу деген кезде ғалымдарымыз ихтилафқа түскен. Қила саб'a, кейбір ғалымдар айтқан 7 деген, кейбірлері 70 деген, кейбірлері 700 деп айтқан, уағайры залика. Немесе басқа да көзқарастарды айтқан. Сондықтан да мұсылман адам бүкіл күнәдан сақтану керек. Ол кіші үлкен деп бөлмей. Өйткені не болады? Өйткені кіші күнә үшінде адам тозаққа түсуі мүмкін. Өйткені кейбір ғалымдарымыз мүлдем бөлмеген, кіші үлкен деп бөлмеген. Кейбір ғалымдарымыз айтқан, мысалы, үлкен кіші деген нәрсе болмайды деп айтқан. Барлығы ауыр күнә. Неге? Өйткені үлкен кіші деп қай кезде болады? Күнәларды бір-бірімен салыстырсам болады дейді. Мысалы, ширк ауыр күнә ма, немесе адам өлтіру ма? Қайсы ауыр? Ширк ауыр. Сол үшінде адам өлтірудің өзі ауыр күнә ма, жеңіл күнә ма? Ауыр күнә. Бірақ ширкке қарағанда ол жеңіл. Ширкке қарағанда жеңілдеу. Немесе адам өлтірумен, мысалы, зина жасау. Адам өлтіру ауыр. Бірақ зина жасауда өздігінен ауыр күнә. Бірақ салыстырма түрде қарайтын болсан, сол кезде ғана айтылады, мынау жеңіл, мынау ауыр деп. Қай кезде? Бір-бірінен салыстырған кезде. Ал былай қарайтын болсан, барлығы негізі ауыр деп айтады. Сондықтан да жаңағындай, ол жеңіл күнәға ештеңе етпес деген нәрсе болмайды. Ол үшінде адам тозаққа түсуі мүмкін деді. Вақада қала алейхи салату вассалам фима хараджа Тирмизи ва хассанаху ва казалика ибн Маджа вал Хаким ва саххахаху ан Атия радаллаху анху. Имам Тирмизи риуаят еткен хадисте, және де Хасан деген, сол секілді ибн Маджа, имам Хаким еткізеді, және оны сахих деген Атия радаллаху анхудан айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты деді: "Ла яблугул абду ан якуна минал муттақина хатта яда'a ма ла ба'са бихи хазаран амма бихи ба'сун" деді. Мұсылман адам тозаққа, яғни күнәлі іске түсіп кетпейін деп, күнәлі іс болмаған нәрседен сақтанбайынша тақуалықтың деңгейіне жетпейді деді. Тақуалыққа жету үшін міндетті түрде күнә емес болған нәрсені де сақтанбайынша, яғни халал нәрсе, бірақ соны адам көп жасай беретін болса, харамға түсіп кетуі мүмкін да. Өйткені халал нәрсені көп шектен тыс пайдалану арқылы адамда не болады? Шахват, нәпсі деген нәрсе оянып, ары қарай харамға кетіп қалуы мүмкін. Солай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр. Харамға түсіп кетпейін деп, халалдан сақтанбайынша мұсылман адам тақуалықтың деңгейіне жетпейді деді. Тақуалардың қатарынан болмайды деді.
Сондықтан да ана жаңағы адал ғой деп онды солды қолдана беруге де болмайды. Мұсылман адам не керек? Мұқият болу керек. Өйткені жаңағындай шектен тыс нәпсіні семіртетін болсан, нәпсінді қоздыратын болсан, не өз-өзіңді ұстап қалу немесе өз-өзіңді тоқтата алуын мүмкін емес болып қалуы мүмкін. Ары қарай не харамда болған нәрсе немесе күмәнді болған нәрсеге қалай кетіп қалғандығында өзін білмей қалуын мүмкінсің. Сол үшін мұсылман адам өте мұқият болуы керек. Кейін имам Беркауи рахмаулла айтады: "Хазал хадис насна фи лузуми ичнабил сагайр." Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан хадисі кіші күнәдан да сақтану керектігі жайында хадис дәлел болып есептеледі деді. "Лианнаха ба'да al-игмад ва муса'адат al-хусм мимма ла ба'са бихи бал язиду ва яқулу." Жаңағы күнә, жаңағы кіші күнә кешіріледі деп айтқан бола ма, немесе жаңағындай не нәрсе деді? Күнә, кіші күнә ауыр күнә жасамайтын болса, кіші күнә кешіріле ме, кешірілмей ме деген секілді нәрсеге қарамастан, бұл хадистің өзінде айтылып жатыр деді. "Калиматун ма'амату ликулли ма фихи ихтималул хурма вал ифда ила харам" деді. Өйткені жаңағы хадисте мә деп келді. Мә деген нәрсе жалпылама бүкіл нәрсені қамтиды деді. Бүкіл нәрсені қамтиды. Ол не? Бүкіл харамға алып баратын нәрсенің барлығын қамтып кетеді деді. Сондықтан да бұл хадистің өзі жеңіл күнәлардың өзінен де мұсылман адам тақуалыққа жету үшін бойын аулақ ұстау керек екендігіне бұл хадис дәлел болады деді. Деді. Және де екінші тағыда да хадисте екінші мә деп те келді. Яғни бұл мә деген нәрсе, яғни бұл арабша жалпылама бүкіл нәрсені қамтиды. Бүкіл күнәлі аттардан мұсылман адам тақуалыққа жету үшін бойын аулақ ұстау керектігіне дәлел болады деді. Және де келесі хадисті білесіздер, имам Бухари және де имам Муслимде Нуман ибн Башир радаллаху анхудан жеткізеді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның хадисін білесіздер. Яғни харам деген нәрсе анық, халал деген нәрсе анық, ортасында күмәнді нәрсе бар деді. Кімде-кім соған күмәнді нәрсеге түсетін болса, жаңағы өзінің қойларын күмәнді манағындай не нәрсе дейміз, қауіпті болған жерге жайып жүрген адам секілді болады. Яғни харамға манағындай қауіпке, қатерге басын тіккен сияқты болады деді. Яғни кімде-кім күмәнді нәрсені жасайтын болса, ол өзінің дініне, абыройына не істеген жаңағындай қасіретке, қатерге тіккен болып есептеледі деді. Сондықтан да мұсылман адам күмәнді нәрседен де басын аулақ ұстауы керек. وأيضا المعنى اللغوي المعي في الشرع ما أمكن وفرط الصيانة يقتضي الاجتناب عن الصغائر والشبهات أيضا деді. Яғни жалпы шариғатқа сай тақуалықтың мағынасын қарайтын болсақ, не нәрсені бізге білдіреді? Жалпы мұсылман адамның бүкіл күнәлі істерден шамасы келгенше бойын аулақ ұстауы деді. Шынайы тақуалық деген сондай болады деді. Яғни мұсылман адамның бүкіл күнәлі істерден өзінің бойын аулақ ұстауы деді. Және де күмәнді нәрседен де солай деді. Ләкин ал-ихтираз ан жамиъи шубахати ла юмкину фи хаза заман ала ма саяджиу иншаллаху таала. Ал бірақта да бүкіл күмәнді нәрседен толықтай адамның өзін сақтауы мүмкін емес деді. Оны алдағы уақытта иншалла баяндайтын боламыз деді. Фахаржа маада аш-шубха ал-қариба мин ал-харам лианна таата биқадри тақа деді. Және де егер де кішкентай бір күмән болатын болса, ода проблема жоқ деді. Және де расында құлшылық адамның шамасына қарай болады деді. Фатааяна лузуму ишнаби кулли харами ва макрухин тахрима фи тахаққуқи тақва деді. Сол себепті адам Алладан қорыққан пенде деп аталу үшін бүкіл харам істерден және де бізде макрух тахрим деп айтамыз ғой. Яғни харамға жақын болған, макрух болған істерден де мұсылман адам бойын аулақ ұстау керек болады. Яғни мұсылман адам жаңағы хадистерде, аяттарда тақуалар үшін жәннаттар әзірленді, тақуалар үшін Алла тағаланың мейіріміне бөленеді деген секілді, сол нәрсеге жету үшін адамның тақуалығы сондай болу керек. Бүкіл харам істерден және де макрух тахрим болған, харамға жақын болған макрухтардан бойын аулақ ұстауы керек болады. Сол кезде ғана мұсылман адам
тақуа бола алады. Сол кезде ғана адам тақуа деп аталынады. Расында осы менің білуімше дейді. Яғни имам Беркауи рахмалла айтады, расында осы білетін осы, расында Алла тағала жақсырақ білуші деді. Уақыт бар ма? Келесі имам Беркауи рахмалла қозғайтын тақырыбы тақуалыққа жету жолдарын үйретеді. Яғни мұсылман адам енді тақуа болу үшін не істей алады, не істеуіміз керек мұсылман адам тақуалыққа жету үшін. Айтады: «И'лам анна тақуа ла тахсулу илля бижнаби мункарати вал манхи анха». Расында тақуалық харам болған нәрседен бас тартпайынша, харам болған нәрсені тоқтатпайынша тақуалыққа жете алмайсың. Тақуалыққа жету үшін харам болған нәрсені тастау керексің. Күнәлі болған істерді тоқтату керексің. Вал итияни бил ма'руфати вал ма'мури биха. Сол секілді Алланың бұйырған істерін орындамайынша деді. Тақуа болу үшін, Алладан қорқатын пенде деп аталу үшін Алланың бұйырған амалдарын толықтай орындау керексің. Не нәрсені міндеттеді? Жаңа айтқан нәрсе, 5 уақыт намаз толық болу керек. Тақуа болу үшін. Немесе Рамазан кезінде ораза ұстау. Мал дүниен нисапқа жете ма, зекетін беру. Шаман қажылыққа келе ма, қажылық орындау. Бұның барлығы Алланың бұйрықтары. Тақуа пенде болу үшін жаңағы бірінші айтқан нәрсе, күнәдан аулақ болу керексің, күнәні тастау керексің және Алланың бұйрықтарын тастамай орындау керексің. Из таркул ма'мури бихи мимма ястахиқу бихи ал-уқуба. Және де манағы айтқан нәрсе Алланың азабына алып баратын нәрсені бойында одан аулақ ұстауын деді. Валакин ал-мутабадиру минха ва мин аз-зунуби фи аввали ас-сама'i вал-вужудият деді. Яғни күнәлі істер деген кезде тастау керек болған деген нәрсе ол жаңағы анық көрінетін нәрсе деді. Қандай нәрсе? Мысалы зина секілді, арақ ішу секілді. Ал бірақта да көзге көрінбейтін нәрсе деген кезде, яғни анық былай айтқанда аталмаған нәрсе. Қандай? Мысалы намаз тастау деген секілді. О да ауыр күнә негізі. Бірақта да екіге бөліп қарастырылған. Уассауым секілді, немесе намаз, ораза ұстамау секілді. Ол ауыр күнә негізі. Бірақта да ауыр күнәлердің қатарына кіргізбеген негізі. Бірақта да ауыр күнәнің қатарына кіреді. Сол себепті имам Беркауи рахмалла айтады: «Фалназкурул вужудият муфассалан суммал адамият мужмал». Сол үшінде бірінші біз жаңағы Алла тағаланың анық харам деген нәрсеге бірінші тоқтаймыз, содан кейін ғана оны тастаған кезде ғана күнә болатын нәрсені кейін асықпай соны түсіндіретін боламыз деді. Кейін айтты: «Фанақулу» айтамыз деді: «Ал-мункар имма махсусун би'удвин муайян аула, вал ауалу фил галиби самания» деді. Және айтады: сондай күнәлар бар, қайтарылған нәрсе арнайы бір ағза мүшеге байланысты. Арнайы ағза мүшеге байланысты. Және олар негізгі 8 деді. Бірінші ал-қалбу, жүрек деді. Бірінші жүрек. Яғни жүрекпен болатын күнәлар. Жүректегі көпірлік бола ма, жүректе тәкаппарлық бола ма, көре алмаушылық бола ма, соның барлығы жүрекке қатысты. Яғни күнә келесі 8 нәрсемен негізде жасалынады. Бірінші жүрек, одан кейін құлақ, одан кейін көз, яғни көздің зинасы бола ма, харам нәрсеге қарау деген секілді. Одан кейін тіл, яғни тілмен ғайбат айту, өсек айту, өтірік айту, жала жабу секілді күнәлар. Ваядун, және қолмен, яғни біреуге қолмен зиян тигізу, ұрлық жасау бола ма, бұның барлығы қолға қатысты күнәлар. Уабатун, және де асқазанға қатысты, харам тамақ жеу секілді, біреудің ешқандай ақсыз біреудің мал дүниесін жеу секілді, бұл қарынға қатысты. Уафаржун, және де жыныстық мүшеге қатысты, яғни зина секілді. Уарижлун, және де аяқ секілді, яғни харам болған нәрсеге бару секілді деді. Сондықтан да, яғни күнә істеген кезде негізгі осы 8 ағза мүшемен жасалынады. Соның барлығын иншалла келесі дәрістерде имам Беркауи рахмалла егжейлі тегжейлі түсіндіреді, яғни қандай күнә жасалынады және де оның зияндары және оны қалай сақтана аламыз. Өйткені кез келген мұсылманның мақсаты бұл дүниеде тақуалықпен өмір сүру, манағы аяттарда, хадистерде айтылғандай, ол нәрсеге жету үшін келесі жаңағы
ағза мүшелерімен жасалынатын күнәларды қалай жасалынады және де оны қалай адам одан тастай алады секілді, ол күнәларды қалай адам жүрегінде аурулар болатын болса оны қалай емдей алады, иншалла оны келесі дәрісте үйренетін боламыз. Және де бұл нәрсе кез келген мұсылманға міндетті болған нәрсе. Алла Тағала баршамызға осы айтылған нәрсеге амал етуді нәсіп етсін. Және де бұл өмірде Алла Тағала бізге тақуалықпен өмір сүруді баршамызға нәсіп етсін. Субханаллахи ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк. Алла разы болсын.